Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше және өте оңай корейский рамен дайындап үйренетін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, осы рецептпен жасап көріңіздер. Қажетті заттар: укроп, петрушка, жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алдым, және сосиска керек болады. Сосисканың осылай ортасын бөліп, жұқалап турап алдым. Егер қаламасаңыз, сіз ортасынан бөлмей-ақ турауларыңызға да болады. Ал егер мүлдем сосискиді ұнатпайтын болсаңыз, онда кез келген етпен жасауға да болады. Сосискамызды турап алдық. Енді қызып тұрған табаға майымызды құямыз. Майымызды қыздырып, сосискамызды салып, қуырып аламыз. 2-3 минутқа қуырып алыңыздар. Егер сосисканы ұнатпасаңыздар, кез келген етті қайнатып, жұқалап, турап қосуға болады раменға. Сосискаларымызды қуырып алғаннан соң, үстіне суымызды құямыз. Менде мұнда 2 адамға арналған рамен дайындап жатырмын. Егер адам саны көп болса, ингредиенттерді көбейтіп жасай берулеріңізге болады. Суымыз қайнағаннан кейін өз қалауларыңыз бойынша өздеріңіз ұнататын раменді қосасыздар. Раменнің ішінде осындай өзінің дәмдеуіштерімен бірге болады. Міне, осылай рамендарымызды салып аламыз. Оттың астын орташа етіп 4-5 минутқа қайнатып аламыз. Рамендарымызды салғаннан кейін үстіне дәмдеуіштерді саламыз. Орташа отта пісіріп аласыздар, осылай қайнатып. Үстіне осындай өзінің дәмдеуіштері болады. Және ішінде ащы приправасы да болады. Оны өздеріңіз қарап шамалап қосасыздар. Егер қатты ащыны ұнатпайтын болсаңыздар, онда кішкене ғана қоссаңыздар жеткілікті. Дәмдеуіштерін салып алдық. Енді араластырып жібереміз. Раменнің дәмі өзі ерекше дәмді болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Осылай 4-5 минут бойы орташа отта қайнатып пісіріп аламыз. Және дәміне қарай кішкене тұз қосамыз. Және бөліп алған жұмыртқаның ағын раменнің ортасын ашып, салып жібереміз. Осылай айналдырып отырып, ортасын ашып, видеода көрсетілгендей салып араластырып жібересіздер. Енді өз қалауларыңыз бойынша укроп, петрушка қоссаңыздар болады. Дәмі тоже бір дәмін кіргізіп тұрады, ерекше. Егер ұнатпайтын болсаңыздар, қоспай қоюға да болады. Біздің раменіміз уже дайын болып қалды. Міне, біздің раменіміз дайын болды, достар. Менде 2 адамға арналған. Және жұмыртқаның сарысын осылай шикі күйінде раменнің бетіне құйып жібересіздер. Ол өзі сол тағамның ыстықтығына пісіп қалады. Егер ұнатпайтын болсаңыздар, онда пісіріп қосуға болады. Міне, қараңыздар, өте ерекше көрінісінің өзі әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және сіздермен қандай рецептермен бөліскенімді қалайсыздар, комментарийге жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.